Сәлем баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен бүгін сіздермен тәтті және жұмсақ бәліштердің рецептісімен бөліспекшімін. Ең алдымен ұнның үстіне ванилімізді салып, жақсылап араластырып қоямыз. Бөлек ыдысқа су, сұйық май, сүт, дрожжи, қант, тұз және жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды ұнның үстіне құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз біздің қолға жабысқақ болады, бірақ ол еш нәрсе етпейді, үстінен тағы да ұн салмаңыздар. Мінекей нанымызды жақсылап илегеннен кейін, комнаталы температурада тұрған сары майымызды салып, жақсылап тағы да қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, қолымызға кішкене сұйық май құйып, қамырдың үстінен жағып, қамырымызды пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Кем дегенде 15-20 минутқа. Мінекей қамырымды мен пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қойдым. Енді мен бүгін 3 түрлі начинкамен булочкаларды жасаймын. Ең бірінші начинкамыз макпен. Отымызға ыдысымызды қойып, үстінен мак, су және қантты салып, жақсылап суы тартылғанша дейін пісіреміз. Екінші начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін ірімшіктің үстіне 1 жұмыртқа, 1 ас қасық кукурузный крахмал және 1 ас қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де менде деп сгущенка вареный. Мінекей 15 минуттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Тағы да үстінен басып, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз толығымен дайын болды. Енді қамырымызды көз мөлшеріне қарай 60 граммнан бөліп аламыз. Менде 20 бөлішке шықты. Ең бірінші бөлішкелерімізді жасай бастаймыз. Қамырымызға кішкене ұн жағып, видеода көрсетілгендей осылай кесіп, 1 шай қасық вареный сгущенкамызды салып, осылай рогалик жасаймыз. Тағы да қамырымызды оқтаулап, үстінен кішкене сұйық май жағып, және де 1 шай қасық мак салып, осылай жүрекше қылдырып жасаймыз бөлішкелерімізді. Осылай орап, осылай кесіп, мінекей видеода көрсетілгендей. Енді біз ватрушки жасаймыз. Ол үшін міне біздің шариктеріміздің орта кезін ашып, сосын 2 жылтокпен кішкене сүтті араластырып, ватрушкаларымыздың шеттеріне жағып шығамыз. Әдемі қызарып пісу үшін. Содан кейін толтырып 1 шай қасықтан ірімшігімізді саламыз. Мінекей біздің уже бәліштеріміз дайын. Біздің бәліштеріміз жұмсақ және пышны болып шығу үшін тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін үстіне жұмыртқалы массамызды жағып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.